көп материал ютубта өте көп болғандықтан кейде ютубтан бір нәрсе жүктеп алғым келеді. Мысалға бір видео не болмаса бір видео сабақ, пайдалы ақпарат, тіпті қазір сөздің шыны керек, видеодан тіпті музыкаларды да скачаттап алып жатамыз, жаңа жинақтарды, сборник деп, иә, поискке салсақ өте көп қой. Мысалға мен мына видеоны жүктеп алғым келеді, мысалы мынандай видеоны. Бұл видеоны жүктеп алу үшін бұл видеоны жүктеп алу үшін мен не істеуім керек? Ол үшін сізде телефоныңызбен не болмаса ноутбук, компьютер арқылы жүктеп алу үшін ең біріншіден интернет болу керек, жақсы интернет. Содан кейін арнайы қосымша ютубтан скачаттап алатын көмекші программалар. Ең бірінші айтқым келетін программа ол қарапайым телеграмда, яғни қазір барлығымызда телеграм бар деп ойлаймын. Егер болмай жатса, телеграм өздеріңізге жүктеп алуға кеңес беремін. Себебі телеграмға поискісіне жаңағы поисковик дейді ғой, телеграмда да поисковик бар. Мынандай мінекей поисковикке жай ғана жазсаңыз, былай мынандай скачать с YouTube деген арнайы бот шығады. Бот дегеніміз сізге көмектесетін робот, яғни өзінің бір белгілі бір істейтін жұмысы болады. Егер музыка тауып беру болса, музыка тауып береді, кітап тауып беру керек болса, кітап тауып береді, және де ютубтан біздің келесі бағдарламамыз видео скачаттайды, яғни оның жұмысы ютубтан видео скачаттап беру. Біз ашамыз тауып алғаннан кейін, менде ашылып тұр, старт болады, стартты басасыз, сөйтіп қазір мен сіздерге толық көрсетейін. Тазалап барлығын, иә, очистить историю. Старт тетігі болады, стартты басасыздар. Стартты басқаннан кейін өте қарапайым, жай ғана жаңағы өзіңіз ютубтан көрген мынандай мысалы сілтемені копировать етіп аласыздар да, телефонда басқаша копировать етіледі, ютубта басқаша копировать етіледі, ноутбуктың. Әйтеуір сілтемесін алып, жаңа ютуб керекті видеоның осы ботқа жібере салсаңыз, сізге автоматты түрде жаңағы видеоның жүктеп алатын варианттарын көрсетеді. 360 нашар сапалы видео, 720 орташа сапалы видео, 1080 өте жақсы сападағы видеоны жүктеп алу, және де MP3 аудио форматын жүктеп алу. Сіз 1080-ді таңдасаңыз, сізге бірер минуттан кейін бот автоматты түрде 1080 сападағы видеоны жібереді. Мінекей download, play video, мысалы download деген жүктеп алу деген сөз. Не болмаса телефоныңызға сақтап аласыз, не болмаса ноутбугіңізге сақтап аласыз. Осындай тегін өте пайдалы программа. Бізде қазір жүктеліп жатыр 96 мегабайт. Келесі программа қарапайым жаңағы Google поискке скачать с YouTube деп жазсаңыз шығады. Ең бірінші орында Save From, содан кейін Get Video деген екі программа бар, өте жақсы скачаттайды. Біз Save From-ды қояйық. Бұлда да программаны не болмаса өзіңіз установить деп тұр, компьютерге орнатып алсаңыз болады. Не болмаса жай ғана осылай сайтты ашып, жаңағы орын толтырмас үшін артық программа орнатылған қаламасаңыз, жай ғана мына вставьте сюда ссылку на видео дегенге сілтемені қойып, сәл күтсеңіздер, готовим ссылку к скачиванию деп тұр мына жерде. Сіздің жаңағы жүктелетін видеоны тағы да бот секілді нұсқаларын көрсетеді, жаңағы сапасын. 320, мінекей көрсетті, мінекей MP4 720, 360, MP4 720 және 360 форматын көрсетіп тұр бұл жерде. Қарағанда, байқағандарыңызда бұл жерде екі ақ форматты көрсетіп, және де MP3 бар. Қателеспесем, MP3 болу керек, бірақ бұл жерде MP3-ді де көрсетпепті. Бұл жерде тек қана 360, 720, ал төмендегілер ол дауысы жазылмай жүктеп алатын, яғни дыбыссыз жүктеп аласыздар. Ол әрине ешкімге керек емес, сондықтан MP4 360 немесе 720-мен жүктеп аласыздар. Бұдан қарағанда ботпен жұмыс істеген әлдеқайда жеңіл және де өте жақсы. Не скачаттап алғандарыңыз соғалып сақталып осы жерде тұрады. Сіздер өздеріңіз кейін тағы да мінекей
скачатталды, 96 мегабайт қайда сақтау керек екенін ұсынады. Мен рабочий стол, загрузки мысалға b4 мен сақтап алдым бот арқылы. Яғни ютубтағы видеоларды скачаттап алу мүмкін, және де осындай екі бағдарлама бар, өте жақсы.